Құрметті оқушылар, біз бүгін 1-тоқсанның 6 сыныпқа арналған, яғни 1-ші БЖБ-сын талдайтын боламыз. Helping and heroes деп аталады, яғни бұл көмектесу немесе бұл батырлар, геройлар деген мағынада. Жалпы БЖБ бізде 2 тапсырмадан тұрады. Ол бізде reading біріншісі. Яғни оқылым. Read the text and complete the tasks below. Яғни текстті оқып, астындағы тапсырмаларды орында дейді. Суреттен көріп тұрғандай, бұл печенье жасауды үйретеді бұл текстте, мамасына көмектеседі грек. Сол туралы, және біз бұған көп тоқталмаймыз, себебі бізде дұрыс жауаптары бар. Сұраққа тоқталсақ, what kind of cookies are Greg's favorite? Яғни гректің сүйікті печеньелері қандай? Екінші, what does he do when the chocolate chips are in the butter? Яғни сол дайын болған нәрсеге, мысалы қамырға, сол шоколад ұнтақтары түскен кезде не болады? Үшінші, where does he place the balls of batter? Яғни бұл жерде овсянка болу керек, овсянканың сондай домалақ шариктерін олар қайқа қояды, домалатып яғни. Төртінші бар бізде what is the best name for this text? Осы текстке ең жақсы атау қайсы? Cookie dough немесе making cookies. Негізі Б болу керек, making cookies себебі іште печеньенің жасалуы болып жатыр. Дұрыс жауаптан қарайық. Біріншісі міне. Chocolate chip cookies. Яғни оның жақсы көретіні осындай шоколадный печеньелер. He stirs them, не істейді, оларды ұнтақтайды. On a baking sheet, яғни сол пісіретін қағазға салады олар дайын болған кезде, және дұрыс атауы Б екен, making cookies. Осы төртеуінің жауабы осылар. Енді екінші тапсырмаға қарасақ, write about your Sunday household chores. Яғни сен үйде не істейсің демалыс күндері, яғни үй жұмыстарын туралы айтуымыз керек. Яғни демалыс күні сен үйіңде демалыс сол күнді қалай өткізесің. One sentence about Sunday дейді, яғни сол жексенбі күні туралы бір сөйлем жаз. Үйде, яғни ата-анаңа қандай көмек бересің, үлкендерге, жалпы не істейсің үйде. After help, сол көмектескеннен кейін өзіңді қалай сезінесің. Неге адамдарға көмектесу маңызды деп ойлайсың? Осыларға біз жауап беруіміз керек, және оны бізді қалай бағалайды. Яғни жексенбі күніне байланысты таныстыру сөйлемі кетеді. Бірінші, жалпы тапсырмаларды айтады, үйде жасай алатын, өзінің сезімін білдіре алады, яғни пікірін немесе сол маңыздылығы туралы айтады, және негізгі сөздерді, өткен жаңа сөздерді қолдана алады. Бұған 9 балл, барлығы берілетіні бірінші тапсырма бойынша 4 балл, екінші тапсырмаға 5 балл беріледі екен. Енді мынаны біз жазайық бірге. Жалпы жексенбі күн туралы жаз дейді бізге. Sunday is my favorite day. Ең жақсы көретін күн деп айтады. In the week, аптадағы. Енді ары қарай жалғастырып кетейік. Себебі мен көмектесемін дейді. I help my parents and siblings, яғни бұл бауырлар. Не істеуге енді? To clean. Үй тазалауға деп айтады. Clean the house. Wash dishes and clothes. Ыдыс жууға, немесе киімдерді жууға. Одан не сезінесің? Өзімді мақтан тұтамын деген сияқты айтады. I am proud of.
myself. Неге ол маңызды? It's important. Адамдарға көмектесу. To help people is important дегенді біліп жазамыз. Себебі because себебі бәріміз бірімізге көмектесуіміз керек деп айтайық, иә. Себебі бұл менің де үйім, бәріміздің үйіміз дейді, because it is our house. So works are ours too. Деп айтайық. Мінекей жазып болдым. Сұрақтарың болса комментарийға жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Okay, goodbye, good luck. New English каналында қандай видеолар бар? Бізде жалпы 1-ші тоқсаннан бастап 4-ші тоқсанға дейін 5 пен 9 сынып аралығында БЖБ, яғни білім бойынша жиынтық және 90 бойынша жиынтық бағалаулар барлық тапсырмалары көрсетілген. Сондықтан менде көбінесе тыңдармандар бұл оқушылар. Яғни кейбір мұғалімдер бізде мысалға жиынтық бағалауды толықтай түсіндірмейді, ашып көрсетпейді, кейде тек дайын жиынтықты бере салады. Сондай балаларға түсінікті болу үшін мен ашып көрсетіп, бәрін талдап беремін. Енді 9-шы сынып бар, 10-11-ші сынып енді салынады. Алдағы уақытта 10 мен 11-ші сыныптың барлық жиынтығын салуға тырысамын. Яғни қыркүйектен бастап, 1-ші тоқсаннан бастап, және де оған қосымша міне топ 50 ағылшын тіркестері, яғни бастапқы үйреніп жүргендерге ағылшын тіліндегі 12 шақ, және де мұғалімдер үшін немесе сабақ өткізгісі келетіндер үшін онлайн шопинг тақырыбындағы сабақты қалай өту керек деген тақырыпта видео бар. Және де алдағы уақытта тағы қандай видео, яғни тақырыптар керек, соны комментарийға жазсаңдар, міндетті түрде, яғни сол тақырыптарды шығаратын боламын. New English каналына тіркелуді ұмытпаңдар. Мінекей, алда міне 1 жылда болған жоқ ашылғанына, әлі де көптеген видеолар салынады.